Оқыған Қасиет Мұратовна. Өмір алма кезек. Әдемі бір сәт бала кезін ойға алды. Кішкентай ғана ерке қыз, отбасында 10 бала, соның кенжесі әдемі болатын. Әдемінің анасы жүрегі нашар болғандықтан жиі науқастанып қалатын. Анасы ауырмағанда әдемі үшін бүкіл әлем бақытты көрінетін. Аға әпкелерінің алды армияға, оқуға кетті. Әкесі мінезі қатал, көп сөйлемейтін жан. Қарапайым механизатор болады. Әдемінің отбасы бай да, кейде де емес, орташа еді. Әдемі мектепте өте жақсы оқыды. Әрине, көп балалы отбасынан шыққандықтан сонау кеңес одағының кезінде әпкелердің қысқарған киімдерін киіп жүрді. Оның үстіне анасы науқас, ешкімге ренжитін емес. Өмірдің мына қызын қараңызшы. Адамға ата-анасынан соң негізгі қоғамдық ортада қамқор болатын ұстаздар емес пе? Әдеміде бәрі керісінше. Ол оқыған мектептің ұстаздардың жартысынан көбінің білімі толық емес. Сырттай оқуға тапсырған, бірінен сараны. Ал кейбіреуінде педагогтік диплом атымен жоқ. Сонда да кішкентай ауыл болған соң дипломы жоқтарда таныс тамырымен жұмыс істеп жатты. Мұғалімдері әдемінің отбасының жағдайына қарап қатты төмендететін. Әдемінің әлі есінде. Кім боламын деген тақырыпта 2-ші сыныпта шығарма жазған еді. Сол шығармасында әдемі анашымды емдейтін дәрігер боламын деп жазған. Ал сынып жетекшісі әрі бастауыш мұғалімі Балтина апайы әдемінің құлағынан бұрап, бүкіл сыныптастардың көзінше шығармасын жыртып, сен қайдағы дәрігер боласың? Сен дәрігер болсаң, мұрнымды кесіп берейін. Сен тігінші боламын деп жаз. Сонда отбасың ең құрығанда жұпыны киінбейтін болады, дейді. Көзі жасқа малшынған әдемі апайының қалауымен шығарманы қайта апайы айтқандай жазады. Соны жазғызған апайы білімі жақсы болса да, әдемімен оқитын қызы Салимадан асып кетпесін деген сасық көкіректігінен солай жасады. Әдемі бастауышта өте жақсы оқыса да, Балтина апайының қызғаншақ қасиетінен екпінділер қатарында жүрді. Балтина апайы әдемінің анасының жуас науқас адам екенін басынып, сыныптастардың алдында әдеміні үнемі төмендететін. Балтинаның педагогтық қасиеті сонша төмен болар ма? Әдеміні әркез өз қызымен бәсекелес көріп, үнемі төмендетпесе, жоғарылатпады. Сонда әдемі сабақты өте жақсы оқығаны үшін, әлде орташа отбасының қызы болғаны үшін кінәлі болғаны ма? Әйтеуір, бастауышты тамамдап орта сыныпқа өтті. Әдемі өзімен бір сыныпта оқитын Ақжан есімді қызбен жан құрбыға айналды. Ақжан ауылдық кеңестің басшысының қызы. Ауқатты отбасынан шыққан. Бастауыштағы Балтина апайы Ақжанның құрбысы ретінде өзі қызы Салиманы көргісі келеді. Сол үшін әдеміні одан сайын жек көрер түсті. Әдеміні биология пәнінің ұстазы Бибігүл де ұнатпады. Себебі өзі мектеп директорының әйелі болғандықтан әдеміні Ақжанмен құрбы болғанына тең көрмеді. Бибігүл үнемі жағдай жақсы отбасыларға жағымпазданып жүретін бір түрлі адам. Бірде дәлізде қол ұстасып бара жатқан қос құрбыны тоқтатып, Ақжан, айналайын, сен өз ортаңа лайықты жанымен құрбы болғаның дұрыс деп басынан сипады да, жанында тұрған әдемінің иығынан жұлқып, артқа қарай итеріп қалды да, түк болмағандай кете барды. Ызаға булыққан әдемі көз жасын көрсетпес үшін сыныбына қарай жүгіре жөнелді. Үйіне әдемі сабақтан көңілсіз оралды. Терезесі газетпен қараңғыланған бөлмедегі анасының «Әдуеш, сен білсің, сабақтан келдің бе құлыным?» деген үздігіп шыққан әлсіз дауысы естілді. Әдемі жүгіре басып, анасын құшақтап алып көз жасына ерік берді. «Ботам-ау, бәрі дұрыс па? Әлде біреу ренжітті ме?» Анасы қызын жұбатып әлек. «Жоқ анашым, бәрі дұрыс. Бізде бәрі әлі жақсы болады. Мен сізді емдеп жазатын дәрігер боламын. Сөз беремін анашым. Тек сіз өлмеңізші, бізді тастамаңызшы анашым», деп еңірей түсті. Балтина апайы бастауышты өзі қолдан жасап, қызы Салиманы үздіктер қатарына қосып еді. Кейін жоғарғы сыныпқа қалай өтті, Салима үшпен оқитындар қатарына бірақ түсті. Әр пәннің мұғаліміне әдеміні бір жамандап, бағасын төмендетсін деген Балтинаның ниетінен түк шықпады. Олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алып жүрді. Әдемі өзінің озат екенін мойындатты. Әдемінің әкесі қарапайым жұмысшы. Қызын ерекше еркелетіп жақсы көрді. Әттең, қолынан келер қайран жоқ. Отбасының асыраушысы жалғыз өзі болғандықтан алған жалақы барлық баласының керегіне жетпейтіні рас.
Дегенмен әкесі отбасын еш уақытта бір үзім нанға зәру қылып аш қалдырмаған. Әдемі өзін ұстаздарының кемсіткеніне қарамастан үздік оқыды. Мектепті қызылға бітірер кезде баяғы Балтин апайы сүйрелеңдеп жүріп, әйтеуір дегеніне жетіп, қызды қызылға бітіргізбеді. Дегенмен оған да мойымай, әдемі өзі қалаған медициналық университетке студент атанды. Ал әдеміден қызын қалдырғысы келмеген Балтин апайы оқуға түсе алмай қалған қызын ақылы бөлімге түсірді. Уақыт өте келе үлгерімі нашар боп Салима оқуынан шығып қалды. Ал әдемі үздік дипломмен оқуын бітіріп, білікті дәрігер боп қызметін бастады. Алланың құдіретіне шүбә бар ма? Әдемі анасын емдеп жазды. Ата-анасын қалаға көшіріп алды. Аға әпкелері өз кәсіптерін ашып, жағдайлары өзгерді. Бірақ еш уақытта адамгершіліктен аттамады. Отбасын құрып, өз алдына ел қатарлы өмір сүріп жатты. Психиатр болып жұмыс жасайтын әдемі бүгін күтпеген кездесуге тап болды. Бала кезінде сағын сындырмақшы болып, сыныптастардың көзінше зәкіп, нұқып қалып өзіне күн көрсетпеген Балтин апайы пациент ретінде келіп отыр. Қызы Салима: әдемі, сені осында мықты дәрігер деген соң анашымдай келдім. Ес-түсін білмейді, есінен алжасып қала береді. Көріп тұрғанда жағдайымыз мүшкіл деді. Әрине, мен бүкіл құжаттарды қарап шығайын, диагноздарын талқылап қарастырып, қолымнан келгенше көмектесуге тырысамын деді әдемі. Қағаздарды ашып қарай бастады. Рахмет саған әдемі. Білемін, анашым саған көп қиындықтар жасаған болатын. Дей бергенде Салимаға әдемі: Салима, мен бірінші кезекте дәрігермін. Ал дәрігердің басты міндеті алдындағы науқасқа көмектесу деді. Осы кезде Балтина айғайға басып, жылады, күлді, басын қабырғаға ұрды. Әдемі медбикелерді шақырып, оны палатаға апаруды тапсырды. Кезіндегі биология пәнінің ұстазы болған Бибігүл апайы барынан да, бәрінен де айырылған. Ол әдемнің емделушісі болмаса да, басқа қалада неврологиялық емханада емделіп жатқанын әдемі Салимадан естіді. Әдемі еш уақытта олардан өш алуды ойламады. Бірақ өмір өз дегенін жасады. Әдемнің бала кезіндегі көз жасы дұға болып есептелді ме, белгісіз. Жазықсыз жылатсаң, Алладан табасың деген осы шығар. Бәлкім әдеміге жасаған жамандықтары өз алдарынан шықты. Өмір алма кезек деген осы. Ешкім болашаққа барып келмеген. Сондықтан не боларын бір Алла білуші. Оқиға шынайы өмірден алынған. Бұл өмір қысқа екенін бәріміз білеміз. Сол үшін ешкімді жылатпай, қолдан келгенше демеп өмір сүрейік.